Қазақстан халқына қорынан халық үлкен үміт күтетіні рас. Бастамасы жақсы еді. Олигархтар миллиардтарды аударып қар қылып тастаған. Бірақ келе-келе сиыр құйымшақтанып бара жатқан сияқты. Бұған неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы алаңдаушылық білдіріп, атымтайлар жоқ. Қазақстан халқына қорының жағдайы неге нашарлап барады деген тақырыппен мақала жариялады. Материалдың мәліметтеріне қарасақ, шынында да қордың жағдайы нашарлап бара жатқан сыңайлы. Кеш жарық ағайын, бұл неге ақша бағдарламасы? Мақаладан мына төмендегі мағлұматтарды оқып, ой түйге болады. Биылғы жылдың 9 айында Қазақстан халқына қорына небәрі 8 миллиард теңге қайырымдылық жарнасы түскен. 2023 жылы олигархтар қорға 110 миллиард теңге аударғанын ескерсек, қор биыл 13 есе аз қаржыны місе тұтуға мәжбүр. Бір қызығы, биыл қор банк депозитінің есебінен өмір сүруге көшкенін аңғаруға болады. 9 айда қайырымдылықтан 8 миллиард теңге түскен жоғарыда жаздық. Дәл осы кезде банк депозиттерінің сыйақысы ретінде 12,5 миллиард теңге келген. Қазақстан халқына қоры биыл жалпы алғанда 20,9 миллиард теңге түсім алды, ал шығыстары 44,1 миллиард теңгеге жеткен. Сонда 2024 жылғы минусы 23,2 миллиард теңгеге жеткен. Енді бар үміт 4-ші тоқсанда. Былтырда осыған ұқсас картинаны көргенбіз. Қордың былтырғы ең негізгі түсімі 83,7 миллиард теңге жыл соңында желтоқсан айында түскен. Биылғы желтоқсанда да бір олигархтың ұяты оянып, қорға 50-60 миллиард теңге аударып жіберу мүмкіндігі қарастырылуда, дейді Негенің дерек көзі. Егер ондай ірі транш келсе, қордың бір жеңілдеп қалары сөзсіз. Ал ешкім жомарттық танытпай қойса, Қазақстан халқына қорының жағдайы нашарлайды және болашағына деген күмән қоюлана түседі. Бюджет дефициті мен ұлттық қор проблемаларының фонында қайырымдылық үшін тек қана самұрық қазына қорының траншына иек арту орға жығатынын сеземіз. Себебі бұл халықтың өз тарысын өзіне қуырып беру әрекетіне ұқсайды. Самұрық қазына қоры мемлекеттік болғандықтан бәрібір оның қайырымдылыққа беріп отырған қаржысы да мемлекеттік. Оны бюджетке бердің не, қайырымдылыққа жұмсадың не, бір қазанның ішіндегі сапырулар деп есептеледі. Олигархтар сараңданып қалды ма? Жаңа атымтай жомарттар неге жоқ? Расында алаңдайтын нәрсе. Жылдың аяғы таяп қалды. Атымтай жомарттар шықпаса, қор биыл небәрі 8 миллиард теңгені құшақтап қала беретін түрі бар. Порталдың биылғы жылдың басында жариялаған материалына да назар аударуды жөн көрдік. 2023 жылы қорға қаржы жақсы келгенін көреміз. Ал биыл неге кеміп кетті екен? Порталдың биылғы қаңтардағы материалында мынадай жолдар бар. Қазақстан халқына қорына 2 жылда 196 миллиард теңгеден аса қаражат түскен. Ол қаражат денсаулық сақтау, әлеуметтік көмек, мәдениет пен спорт саласына бөлінген, деді қордың басқарма төрағасы Болат Жәмішев. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қаңтар бүлігінен кейін Қазақстанның байлығы экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тұсында байыған 162 адамның қолында екенін айтқан еді. Президент елде жылдар бойы әлеуметтік теңсіздік орнаған және ауқатты кәсіпкерлер халыққа жүйелі әрі тұрақты түрде көмектесетін кезі келгенін ескертіп, Қазақстан халқына қоры құрылатынын мәлімдеген. Көп ұзамай құрылған қорға бизнесмендер мен олигархтар қомақты қаражат аудара бастады. Болат Жәмішевтен журналистер экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тұсында байыған олигархтардан кім қанша қаражат аударғанын сұраған еді. Басқарма төрағасы былай деп жауап берді. Кәсіпорындардан қорға 131 миллиард теңге түсті. Мүмкін самұрық қазынаны санамағанда қалған 39 миллиард сіз сұрап тұрған сондай бизнесмендерден түскен шығар. Олардың ішіндегі белгілі адамдардан біздің қорға қандай себеппен ақша жіберген біз сұрамаймыз. Түсініксіз жақтан ақша түспеу үшін бізге тек қана ақша белгілі бір кісіден не кәсіпорыннан түсуін қадағалаймыз. Сондықтан фамилиялары керек болса, біздің сайтта бәрі бар, деді Болат Жәмішев. Қаңтар бүлігінде балаларда зардап шеккені белгілі. Қазақстан халқына қоры қаза тапқан азаматтарының балаларына және жарланған балаларға білім беру гранттарын тағайындаған болатын. Қордың мәліметі
мәліметі бойынша мұндай санатпен 11 бала оқу грантында оқып жатыр. Қайғылы оқиға кезінде көптеген азаматтар зардап шекті. Бас прокуратура үлкен жұмыс жүргізді. Ол жерде қылмыстық істерде болған білесіздер. Сайтымызға мәліметтерді жаңартып беріп отырамыз. 2023 жылғы 27 желтоқсан күнгі ақпаратымыз бойынша 705 адамға 2 миллиард 625 миллион теңге бөлінген. Кездейсоқ жарақат алған балалардың мәселесі бойынша 13 бала бар. Олардың жеке есеп шоттарына 3 миллион теңгеден бөлінген және қаза тапқан азаматтардың кәмелетке толмаған балаларының әрқайсысына 2 миллион теңгеден бердік. Ол балалардың тізімін жинап, Қазақстан халқына қоры тарапынан эндаумент қоры ашылған. Бүгінгі күні 11 бала білім гранттарын алып, Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында оқуларын бастап кетті және ай сайын 40 мың теңге стипендия алып отыр, деді басқарма төрағасының орынбасары Ләззат Шыңғысбаева. Қордың сайтындағы ақпараттар бойынша қазіргі уақытта Қазақстан халқына қорының ең ірі демеушілерінің тізімін ERG бастап тұр, 30 миллиард теңге. Одан кейін Василий Асимовтан 22 миллиард теңгеден артық, ал Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қорынан 20 миллиард теңге шамасында. ArcelorMittal компаниясынан 16 миллиард теңге аударылып, бестікті Қазминералс компаниялар тобы жауып отыр, 15,5 миллиард теңге. Одан кейін Казцинк 13 миллиард теңге аударған. Қорға ақша аударғандардың ішінде экс-президенттің отбасынан Тимур мен Динара Құлыбаевтар бар. Олардың үлесі 12 миллиард теңге. Бұлар тізімде 7-ші тұр. Одан кейін Болат Өтемұратов пен Каспий банк 10 миллиард теңгеден аударыпты. Ал тізімнің ондығын Қазақмыс компаниялар тобы 9 миллиард 660 миллион теңгемен жауып тұр. Ал осы күнге дейінгі атымтай жомарттар биыл қайда кеткен? Арнайы сіздер үшін неге ақша бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.